Бисмилля. Ибн Асакир деген кісі риуаят қылып айтады. Имам Шибли деген бір имам кісі өткен. Сол кісінің жақындары түсінде сол имамды көреді, дүниеден өтіп кеткеннен кейін. Сөйтіп сұрайды ғой, құрметті имам, дүниеден өттің, Алла тағала не істеді сенімен дегенде, алдына шақырып алып былай сұрады дейді. Ей пәленше, мен сені жәннатқа кіргізбекшімін. Не үшін жәннатқа кіргізетінін білесің ба дейді. Сосын айттым дейді, саған жасаған құлшылық ғибадаттарым ба дедім дейді. Жоқ дейді. Түнделетіп оқыған намаздарым шығар, нәпіл тұтқан оразаларым шығар. Жоқ. Онда түннің жарымында көздің жанарын тауысып оқыған білімім шығар, үлкен ғалымдарға жасаған қызметім шығар. Жоқ деді. Біраз нәрселерді айттым да басым салбырап, Аллахым, мен осы амалдардың бәрінен сауап күтетінмін. Осы амалдардың барлығынан сенің жәннатыңды іздейтінмін дедім дейді. Сонда айтты дейді. Ей пәленше, есіңде ма? Бағдаттың бір суық қысында көшелерде келе жатқаныңда бір тоңып суықтан тығылатын жер таба алмай тұрған кішкентай мысықтың баласын көрдім. Сөйтіп соны алып қойныңа тықтым. Есіңде ма деді. Иә деді. Оның сенен басқа үміті, сенен басқа қолдайтын жаны жоқ еді. Сен соны қолдадың, сен соны мейірімін тығып қойныңа бастың. Соған деген мейірімі үшін мен сені мейіріміме бөлеп кешірдім дейді. Құрметті бауырлар, Алланың мейірімі болмашы нәрседен келеді. Алдыңызға келген жаныңыздағы бауырларыңыз, жақындарыңызға мейіріміңізді төгіңіз, қанатыңызды жайыңыз. Сол жайылған қанаттың себебінен Алла тағала сізге мейірімін жаятын шығар. Ассаламу